Назина трагедиясы 20 ғасыр тарихының ең сұмдық және қорқынышты беттерінің бірі. Сталин жүйесінің топас әрі қатыгез шешімдерінің кесірінен 1933 жылдың мамыр айынан бастап маусымға дейін Оби жақтағы аралда 5000 адам аштықтан қаза болды. Және тек аштықтан ғана емес. Бүгінгі видеода өлім аралы жайында аштық, қастандық және каннибализм туралы айтып беремін. Қазақ тілді контентті қолдасаңыздар, осы видеоға лайк басып, арнама жазылып қоңыраушаны мыжып кетулеріңізді сұраймын. Сіздерді Рилнар арнасында қош көрдік. Баршаңызға сәлем. Отызыншы жылдардың басында КСРО тұрғындарының жағдайы қиын болды. Егіні шықпай, азығынан айырылған жұрт күнін көру үшін жаппай үлкен қалаларға ағыла бастады. Бірақ мұндай жағдай Кеңес одағының жоспарына кірген жоқ. Коллективизация жасау арқылы аш отырған қалаларды азықпен қамтамасыз ету керек еді. Кеңес билігі радикалды қадамға барды. Революциядан кейін жойылған паспорт жүйесін қайтарды. Тек ол паспорт барлығына бірдей қолжетімді болған жоқ. Мысалы, ауылдан жұмыс іздеп келген диқан паспорт ала алмайтын. Ал егер көшеде паспортсыз жүріп, қолға түссе, Сібірдің игерілмеген жерлеріне жолдама алатын. Ол жаққа жұмыс істейтін адамдар ауадай қажет тұғын. 1932-1933 жылдары осындай іс-шаралардың масштабы үлкейді. Мәскеу мен Ленинградтан 2 миллион адамды алып кету жоспарланды. Жоспардың аты жоспар демекші, мемлекет қауіпсіздігінің қызметкерлері баға жетпес паспорты жоқ адамдарды депортация жасады. Бұлайша айтқанда, дүкенге нан алуға шыққан адам Сібірге тегін жолдама алып кетуі мүмкін еді. Билік ешкімді аяған жоқ. Партия қызметкерлерінің туыстарын, тіпті мемлекет қауіпсіздігінің құпия қызметкерлерін де алып кетті. Ал паспортың болған жағдайда да ол саған қалада қалуыңа 100% кепілдік бермейтін. Бұл сұмдық жағдайлар бәлкім құпия болып қалатын. Қарапайым халыққа кім сенеді дейсің? Егер Василий Величко есімді кісі болмағанда, Нарым аймағының партия комитетінің инструкторы болған Василий арадағы бастықтардан аттап өтіп, тікелей Мәскеуге қызметті хат жолдайды. Сәуір айының аяғында Мәскеу мен Ленинградтан тапсызданған элементтерге толы 2 әскери пойыз аттанды. Барлығын санағанда 6000 адамнан асады. Олар Томскқа жеткесін жүк кемелеріне жайғасты. Сосын оларды Назин аралына апарып тастады. Десек те, аралдың өзіне де барлығы аман жете алмады. Орын жетіспеушілігі, тамақ былай тұрсын, таза ауаның жоқтығынан біршама адам қаза болды. Одан бөлек, оңбаған қылмыскерлер мен қарапайым адамдарды бір жерге тығып жібергесін адам өлтіру басталды. Ал қаруланған қарауыл ештеңе істей алмады. Десек те, адамдар кемедегі өмірі бал екенін аралға жеткесін бірақ түсінді. Назино аралында ешқандай құрылыс болған жоқ. Адамдар далада қалды. Ешқандай құрал сайман, жылы киім болған жоқ. Барлық адамдар ұсталған кездегі киіммен аралға келді. Ал кейбіреулерінде тіпті аяқ киім де болмады. Оларға кейбір қарауылдардың жаны ашығанымен комендантқа бәрібір болды. Ол тек былай деді: жайылып жүре берсін. Ертесі аралға қалың қар жауды. Бастапқы 3 күнде тұтқындарға тамақ берілген жоқ. Сол себептен адамдар ағаштың қабығын, мүк және тапқан нәрсесінің бәрін жей бастады. Адамдар аштықтан, суықтан өліп жатты. Ал кейбіреулер оттың басында ұйықтап, тірідей өлтеніп кетіп жатты. Бірінші тәуліктің өзінде қабіршілер бригадасы 300 мүрдені көміп тастады. Тек 4-ші күні ғана аралға ұн алып келді. Оны бір күнде адам басына 1 стакан ғана беретін. Кейбір аш адамдар ұнға жармасып түйіліп өлді. Сосын ұнды сумен араластырып жей бастады. Көп ұзамай аралда адам жеу жағдайлары орын ала бастады. Әйелдерді ағашқа байлап
төсін, аяғының балтыр еттерін кесіп, қуырып жеді. Адам жегіштерді қарауылдар атып тастап, және тұтқындардың өздері де өлтіріп жүрді. Бір жағынан каннибализмге адамдардың ашкөздігі де себеп болды. Бір қапынды тек бригадирлерге беретін, ал олар қалғандарына бөліп беру керек еді. Бірақ бригадирлер ұнды тығып өздері ғана жеді. Ал бригадир міндетін көбіне қылмыскерлер атқаратын. Мұны байқаған қарауылдар ұнды әр адамға бөлек бермекші болды. Ол аш адамдардың ұнға таласуын алып келді. Сасқан қарауылдар адамдарға оқ атты. Біраз уақыт өткесін аралда адамдарға аңға шығатын бандалар пайда болды. Бағалы заттары бар, алтын тістері бар адамдарға қауіп төнді. Қабіршілер ауыздары айырылып кеткен мүрделерді жиі көметін болды. Аралда өзінің қара базары пайда болды. Жылы киім мен бағалы заттарды ұнға, шылымға айырбастайтын. Мысалы, бір пальтоға жарты бөлке нан мен бір қорап шылым алуға болатын. Мамыр айының соңында аралдағы жұмысшыларды ауыл түсетін жерлерге алып кетті. Василий Величконың сөзінше, аралдан келген бір қайықта 78 адамнан 12-сі ғана тірі жетті. Әрине, бұл тозақтан қашу жағдайлары болған. Жұмысшылардың арасында жақын маңайда темір жол бар деген сыбыс жүретін. Бірақ айналада қалың орманнан басқа дым жоқ еді. Сондықтан қашып кеткен адамдар өліп кетіп, немесе аралға оралып жататын. Жаңа жерлерді игеріп, орналасқасын адамдардың өмірі жаймен дұрыстала бастады. Жұмысшылар бірнеше барак және монша тұрғызды. Десек те, әбден қиналған адамдар тамақтың көбейгеніне қарамастан қайтыс болып жатты. Жаңа қоныстарда да тәртіпсіздік басталды. Қылмыскерлерден тыс, қарауылдың өзі адамдарды ұрып, атып тастап жатты. Әйелдерді күштеп, білген істеді. Қоймаларда киім-кешек, азық-түлік толы болса да, адамдар жалаң аяқ жүріп, аштықтан көз жұмып жатты. 20 тамызға қарай аралға жіберген 6000 адамнан 2200-і ғана тірі қалды. Назино аралын өлім аралы, адам жегіштер аралы деп атап кетті. Аралға жеміс-жидек теру үшін жүзіп барған жергілікті тұрғындар шөптің арасынан мүрделерді тауып жатты. Одан бөлек адамдардың сүйегіне толы күркелерді. Василий Величконың хаты жоғарғы жақта үлкен дау туғызды. 1933 жылдың күзінде арнайы қоныс аударғандардың жаппай қырылып кеткенін тергеу үшін Назиноға арнайы комиссия келді. Шынымен де, Величко жазған хаттағы сұмдық жағдайлар расталды. Бұл іске қатысты барлық материалдар құпияланды. Осымен Сібірдің жерлерін игеру жобасы тоқтатылды. Бұл трагедия жайында перестройка, яғни қайта құру жылдары ашық айта бастады. Осылайша Сібір халқын 3 миллионға көбейтеміз, жаңа жерлерді игереміз деген Кеңес одағының жоспары жазықсыз адамдардың өліміне, жаппай тәртіпсіздікке, нағыз хайуандыққа алып келді. Қылмыскерлерден тыс қонаққа келіп ұсталып қалған студенттер, бала шағасы бар жұмысшылар, прокурордың балалары, көлік жүргізушілері және тағы мыңдаған жазықсыз жандар Назино аралындағы тозақтың дәмін татып, нағыз хайуандықтың куәгері болды.